Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік. Сіздердің назарларыңызға ғибратты әңгімелер сериясынан бір-екі үзінді келтіргім келіп отыр. Біріншісі келін іздеген қария деп аталады. Бір кісі ержеткен ұлын үйлендірмек болып жақсы келін іздейді. Әр жақтан сұрастырып көріп таппаған соң ұлын ертіп ел аралап шығады. Қай жерден қыздар көрсе, солардың көзінше баласын бас салып сабай бастайды. Себебін сұраған қыздарға «Мына оңбаған не айтсам соны істейді» дейді. «Ондай баладан айналмайсыз ба?» дейді бәрі. Әлгі кісі баласын ертіп әрі қарай кетеді. Қай жерде қыздар кездессе, баласын қайта сабай бастайды. Олар тағы сұрайды. Бұл жауабын тағы қайталап, қыздардың пікірін білген соң қайта жолға шығып біраз жерді аралайды. Әйтеуір бір күні осы оңбаған не айтсам да соны істей береді деп тағы айтады. Сөйтсе бір қыз келіп, өзі біліп істегенше сабай беріңіз деген қызды жолықтырады. Сөйтіп сабасына түсіп, қызға да құда түсіп, баласына әпереді. Себебі бұл тәмсілдің мағынасы. Салихалы әйелдің ері болу, бір елдің патшасы болудан да артық екенін жақсы біледі екен. Және де ақылды әйелдің ішінде алтын бесікті ұлың жатыр деген халық даналығынан да хабарлар екенін білдіреді. Тағы да бір мысал әңгіме сіздерге оқып бергім келіп отыр. Қос қасқырдың айқасы дейді. Баяғының қарттары енді ғана ес біліп келе жатқан немерелерін алдына алып, өнегелі өсиеттерді, ақылды аңыз, есті ертегі түрінде жастайынан келер ұрпақтың құлағына сіңіре береді екен. Сондай кемеңгер қариялардың бірі немересіне өмір сырын былай деп айшықтап айтып жатыр екен. Әр адамның көкірегінде екі қасқырдың өзара тайталасына ұқсас тартыс жүріп жатады. Оның бірі күншілдік, қызғаныш, өзімшілдік, өтірік сияқты жаман қасиеттерді бейнелесе, екіншісі сенім, шындық, мейірім, адалдық секілді жақсы қасиеттерді бейнелейді дейді. Бұл екі қасқыр сәт сайын, қадам сайын айқасып, өмір бойы күресумен болады дейді. Сонда зерделі немересі атасының сөзін бөліп былай деп сұрапты. Ал ең соңында қай қасқыр жеңеді дейді. Атасы сәл ойланып немересінің пайымдылығына сүйсіне отырып жауап беріпті. Сен қайсың көбірек қоректендіресің, сонысы жеңеді. Оның мәнісі адамның нәпсісі мен иманы әрқашанда күрес үстінде болады. Адамның өзі қайсысына жақтасса, сол жеңеді дегенге саяды екен.